келдім, себебі көріп отырмын, отырған халықтың барлығы асылып отырған сияқты, көп нәрсе айтылған сияқты, көкейкесті мәселелер талқыланған сияқты. Содан кейін мен де өзімнің өткен жолы мен де құрылтайда да айтқанмын, соны қысқаша айтқым келеді, бірақ сонымен қоса мына адамды шаршататын мәселелер осы біздің журналистикада көп кездесіп тұрады. Шынын айту керек, жалпы біздің Қазақстанда журналистердің құқығын және бақтардың құқығын қорғайтын осындай қорлар, ұйымдар біраз болғанменен қазақ тілінде қазақтың шашбауын көтеріп деп айтуға болады. Жалпы қазақтың қамын кішкене болса да ойлап жүрген, қазақтың қамын, қазақ тілді журналистиканың қамын ойлап жүрген жаңа сол әділ сөз солардың қатарынан табылады бірден бір деп айтқым келеді. Енді әрине бұл жерде менің орысша оқығаным, орыс елінен тәлім тәрбие алғаным бәрі байқалып тұрады, қалай болғанда да. Бірақ сонымен қоса енді қанша дегенмен мынау жүректе бар нәрсені жоққа шығаруға тағы да болмайды. Мен бір нәрсеге назар аударғым келеді. Қазақ тілді журналистика деп айтатын себебім, мен мәселен неге соцзаказ деген бар, ол министрліктен. Олар өздері қазақ тілді журналистикаға не істеуге болады деген ұсыныс жасап, бір жылға осылардан былтырда осы жылда грант алдым. Ол грантқа қазақ тілді журналистиканы дамыту мәселесі, дамыту болғанда жай дамыту емес, құқықты үйрету мәселесіне байланысты мінеки 2 жыл семинар өткізіп жатырмыз. Қазақтың басын қосу өте қиын. Бірқатар жерлер, мәселен Қызылорда Жағыпбар деген азамат облыстық теледидардың төрағасы, мәселен бірден қолдап, Ғалия қанша адам керек, мынандай продюсерлер бар, мынандай адамдар бар десе, бірқатар облыстар, біз бәрін білеміз деп отыра берді мәселен. Яғни қазақ үйренуге бұлай сөзбен ғана барда, ал осыған уақыт бөліп, ақша бөліп деп отырған жоқпын, тегін бәрі, жату, тұру, жеу, тамақ жеу, бару, шығу деген сияқты. Бірақ осыған бір бел болып, қалайда оқиым, үйренем, не болса да үйренген артық болмайды деген кісі аз болып тұр. Ол бірінші мәселе. Құқық қорғау мәселесінде. Осы құқық қорғаудың ішінде қайта-қайта сотты бол, қайта-қайта претензия бол, артынан үйтіп-бүйтіп, кешіре көр, әке көке деп терістеме жазып құтылып жатқандар бар. Бірақ ол бәрібір ол ақыры бір құтыласын, бір күні бәрібір шаталасын. Осы есте болу керек. Яғни, мына семинарларда үйрететін нәрселер тыс қалады да, білмей тағысын тағы. Дәлелдемесіз жоқ тұжырымдар көп. Соны сақ болудың жолдары бар, лингвистикалық жолдар. Соны үйретейін десек, керек өздеріне қажетті адамдар келмейді. Ең маңызды мәселе осының ішінде еңбек құқығы. Адамдар далаға шығарып жіберу, патриархтар. Мына патриархтардың нелері бар ғой, біз білеміз, сендер кімсіңдер жастар. Сол патриархаттар шаршатып болды. Мына жастар өседі-ау, ертең күні. Бұлар да басшы болады-ау, біз үлкейеміз-ау деген ой не себепті екен назардан шығып қалады да. Жоқ, пенсияға жетпей ол да болуы мүмкін, бірақ менің ойымша бұл жерде біз өркениетті еліміз, зайырлы мемлекет құқықты дейміз, тек сөзбен ғана. Ал құқық басшыдан басталмай ма? Мәселен, мынандай тәсіл бар. Егерде қысқарту болатын болса газетте, ол қысқарту алдында адамдарға қағаз береді, барлық қысқартқан адамға 2 айлық береді. Міне кеттің ғой сен, көшең бүгін саған ескертті, бір айдан кейін сен шықтың. Шыққаннан кейін сен 2 ай бойы емін еркін жұмыс іздейсің, жаққа барасың, ізденесің, бірдеңе жазасың. 2 ай сенің азығың мына ақша берілу керек. Ол 2 айлық, ол бір, екінші қосылатыны сен 11 ай істеп 30-ға шығып үлгермесең, сол келесі 30-ның компенсациясы деген бар. Сол қосылады. Яғни 2-3 ай сен болмаса уайым қайғысыз жазатының, сызатының бар ма, жұмыс істейтін уақытың бар ма, үйде бітпей қалған шаруаң бар ма, әйтеуір еркіндеу жүресің. Бұлар бірден де көтеннен бір терет, кешіріңіздер, ол сөзде ұят жоқ дейді. Сосын қайдан шықсам, одан шық, осы күні көп болып тұр. Мысалдардың бірі Нұртөре Жүсіптің Асқарды шығарып жіберген Ақтілеуовті 15-інде апелляциялық шағым болады. Ұяттың ұяты, мен айттым, дауласпайық, іштен шешейік. Ең бірінші мен қазақпыз ғой. Қазақпыз ғой деген мәселеде сөзбен ғана қазақпыз да, іске келгенде қазақ бола алмадық, дәлелдей алмадық, халықты ығыр қылдық. Премьер-министрдің сайтына шығып масқара емес пе, бәлен ай ақша алмай отырмыз деген. Қалай ол күтін қалай көреді? Жаңа Нәзия сен айтып отырсың, үй мәселесі. Мен Қазақстан телеарнасында істегенде
мен де пәтерден пәтерге біреудің босағасын сығалап жүрдік, иә? Біз де сөйтіп жүрдік. Бірақ басшылар қанша дегенмен азды көпті, көп емес, тіпті аз деуге болады. Соның өзінде қайта-қайта мемлекетке шығып, журналистердің жатақханасы, ойбай журналистердің жатақханасы. Сол кісі бастады, Камал Сержан, жоны кім Сағат Ашынбаев жалғастырды, яғни ол Терещенконы шетелге ұшып баратқан жерінен аэропортнеден, аэродромнан барып